Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Ассалаумағалейкум, Раке. Алейкум ассалам. Байланыста Картас YouTube арнасы. Бүгін бізде қонақта су жаңа эксклюзивті Mercedes-Benz S-класы. Бүгін бізге қонақта Райымбек мырза бізге көмектесу үшін келіп отыр. Ендеше біз бастаймыз. Бүгінгі шолудың сапасы, бүгінгі шолудың салмағы өте ауыр. Себебі жаңа 223 Қазақстанға енді алғаш келіп жатқан қолымызға түскен бірден-бір экземпляр. Енді құрметті көрермен, сыртқы дизайнын нақты салыстырып, көздеріңізге айшықты өзгерістерді көрсетіп, нұсқау үшін алдыңғы буындағы 222 шанақтағы Mercedes-Benz'ті алып келіп отырмыз. Бірден бастайық, алдыңғы шамдар 223-те алдыңғы шамдарда екі шамды қатар қосқан кезде 1.200.000-ге жуық әйнек бар. Яғни біздің алдымыздағы белгі, біздің алдымыздағы бағдаршам, біздің алдымызда келе жатқан көлік туралы айқын, анық проекциясы бізге көзімізге еркін көрінетін болады. Енді 222-нің шамы да қалыспайды, бірақ дегенмен 2014 жыл жарық көрген мына автокөлік өзінің кейінгі шыққан, былайша айтқанда баласы дейміз ба, немересі дейміз ба, біршама өзінің қалыс қалып тұрғанын аңғартып тұр. Сонымен қатар радиатор торы біршама өзгеріске ұшыраған, яғни бұл жерде мына радиатор торының сыртқы мына орамдары, сонымен қатар алдыңғы бөлшектері біршама өзгеріске ұшыраған. Егер мына бізде кішігірім болса, 223-те ол төмен қарай түсірілген, иә? Демек, 223-ті қалалық жағдайда танымау мүмкін емес. Естеріңізде болса, осыдан бір апта бұрын Талдықорған қаласында, Оңтүстік қаласында нақ осы автокөлік кездесіп, әлеуметтік желіде, Инстаграмда барлығы бөлісіп жатқан болатын. Міне, сол көлікке бүгін шолу мәртебесі бізге бұйырған екен. Автокөліктің ұзындығы мен ені жайлы жаңа S-класс ені жағынан 5 сантиметрге ұлғайған. Бұл автокөліктің ішінде отырған біздің премиум кластың иелері, сонымен қатар жүргізушілерге біршама өзінің икемділігін, ыңғайлылығын аңғартады. Енді бұл көлік енді толыққанды S-сегментіндегі енді ең үлкен көлемді бизнес классындағы автокөлік болғандықтан оның үлкен және ұзын болуы орынды. Енді артқы шамдарына назар аударайық. Жалпы 222-нің 7 жылдың ішінде бізге нақты осы формасы, жас секілді не болмаса кішігірім мынандай тамшы секілді формасы бізге жақсы есімізге сақталған. Ал енді нақты 223-те бұл біршама өзгерген. Яғни шам толыққанды жіңішкеріп, үшбұрыштанып, кузовтың жалпы шанақтың өзіне кіріліп, сонымен қатар үшбұрышы біздің артқы багажнигімізге енгізілген болатын. Енді бұл бірқатар өзгерістер, сонымен қатар жалпы дизайндағы ұшқындар, дизайндағы сызықтар, яғни салыстырмалы түрде 223-те жалпы автокөліктің жанынан қараған кезде бұл бір қалыпты және бір оқтай, бір жіңішке хромдалған, хром барынша аз салынған, сондай бір детальді, әдемі, көзге сұқып беретін енді бір мықты дизайн. Айтып отырмын ғой, жалпы 23-тің құбылысы 2020 жылы ең алғашқы хакерлік суреттері әлеуметтік желіге шығып тарала басталған кезде ол мүлдем 222-ге ұқсамайтын енді белгілі болды. Дегенмен 222-нің иелері осы күнге дейін жалпы 500 мыңға жуық дананы сатып үлгерген. Яғни 222-де 500 мыңға жуық иелері бар болатын болса, олардың 80%-ға жуығы басқа конкуренттерге емес, басқа қарсыластарға емес, нақты кейінгі 223-ке отыратыны анық, бұған 100% кепілдік бар. Себебі комфортқа, жайлыққа үйренген адам жаңа 223-ке отыратыны енді 100%. Дегенмен әрине бұл жерде қаржылай сұрақ және 223 кімнің қолына тиеді деген әңгіме. Бисмилля. Жаңа S-кластың ішкі дизайны жайлы. Жалпы ішкі S-кластың 222 мен салыстырмалы түрде толыққанды өзгерген. 222-де тіпті бізде рөл, басқару панелі, орталық консоль барлығы өзгеше. 2020 жылғы, 2021 жылы нарыққа шыққан автокөлік болғандықтан бұл жерде екі үлкен экран. Яғни біздің барлық панеліміз толыққанды осы экрандарға бейнеленген, көрсетілген. Тіпті бұл жерде тачскрин бар, яғни автокөлікті ашу үшін, автокөлікті жүргізу үшін белгілі бір саусағыңыздың белгісін қою қажет. Ол бір әңгіме. Келесі, бұл жерде дауысты танитын толыққанды автоматты түрде жауап беретін құрылғы бар, яғни борттық компьютер бар. Яғни автокөлікті қозғатып оталдыру, сонымен қатар жаңа белгілі бір баптауларын сол арқылы танысаңыз болады. Бұл енді 30 тілді меңгерген керемет полиглот көлік.
Енді бір перфекционисттердің үлкен бір айтатын назы дауы ол мына экранда қалатын саусақтың іздері. Иә, бұл енді қиын дүние, бірақ дегенмен онда тұрған ештеңе жоқ. Сонымен қатар бұл жерде барлық автоматтандырылған, ішін көріп отырсыздар, сондай жанға жайлы ақ түсте барлығы жасалған. Руль 3 спицалы, бізде 222-де руліміз 2 спицалы, сонымен қатар асты ойық болса, біздің руль үлкен де емес, кіші де емес, тура нақ шақты, өзімізге ыңғайлы. Сондықтан ішкі интерьері бойынша 223, өзінің қарсыластары Audi, BMW сынды флагмандардан қайда алды. Себебі Mercedes S-кластың дәрежесін көтеріп тастағанына ол біраз уақыт өтті. Сонымен қатар диодты шамдар автокөліктің ішіне бір ерекше сән береді. Әрине 223 бар кісілер көбіне арт жақта отыратыны белгілі. Сол жайлы толығырақ әңгімелесейік. Mercedes-Benz-тің S-сегментіндегі бизнес-класстағы автокөліктер өзінің аңыз атағын ежелден қалыптастырып келе жатқаны белгілі. 223-те өзінің атағын қазірден ақ жаулап алды. Қараңыздар. Біздің арттағы отырғыштар емес, орындықтар емес, толыққанды дивандар. Диван деп атауымның себебі 17 түрлі өзінің ішіне баптауына енгізілген массаждың түрі бар. Яғни міне қарасаңыздар, барлығы автоматтандырылған, толыққанды, кең, еркін жатып, демалып, баратын жеріңе ойланбай-ақ барсаң болады. Енді бұл бір мәселе. Жалпы Mercedes-Benz-тің артқы орындағы, жалпы салонның арт жағындағы орын туралы әңгіме айтатын болсақ, 2 метрлі, 1.90, 1.95 метрлі бой ұзындығы бар адамдар еркін сыйып кетеді. Енді толыққанды комфорт, барлық автоматтандырылған, ештеңкені қолмен бір баптаудың қажеті жоқ. Біздің қол астымызда планшет, алдымызда 12 дюймді экран, еркін, шумоизоляция биік деңгейде, қалалық жағдайда сыртта не болып жатыр, оны уайымдаудың ешқандай қажеті жоқ. Бастысы мына көрдіңіз бе? Барлығы ойлаған, жетілген, автокөлік сіз үшін барлығын жасайды. Бұл автокөлік емес, толыққанды бір кішігірім үй деп айтсақ та артық айтқанымыз емес. Бісміллә. Жаңа S-класс өзінің беделін сонау атам заманнан бері жинап алғаны белгілі. Ал енді жүргізушінің орнында біз өзімізді қалай сезінеді екенбіз. Кеттік. Жалпы жаңа S-класс салыстырмалы түрде 222-ші шанақтағы осының алдындағы буыннан қарағанда біршама өзгеріске ұшыраған. Бірінші назарды аударатын дүние бұл біздің рөліміз, яғни 3 спицалы жаңа формаға ие болған. Естеріңізде болса, 222-де рөл тек 2 спицалы болған. Енді тиісінше бізде басқару консолі мен жалпы біздің жылдамдықты, сонымен қатар барлық болып жатқан қимылды әрекетті көрсететін консольді экранымыз 12,8 дюймді, сонымен қатар OLED форматындағы кең барлық баптауларды осы арқылы жүргізетін ең негізгі біздің басқару экранымыз алдымызда. Енді жалпы S-класстың тарихында бұл ерекше құбылыс. Себебі аулада 2021 жыл бізге тиісінше жаңа үрдіс әкеліп, барынша өзгеріс енгізіп, алдымыздағы проекцияның өзі біршама алға бір зат қоятын, бір қарапайым қуыс сияқты елестейді, бірақ дегенмен ол алдымызда келе жатқан жолақ, жол, барлығы виртуалды түрде проекциясын жүргізіп отырады. Алдымызда келе жатқан көлік. Сонымен қатар бұл автокөліктің трансмиссиясына назар аударатын болсақ, 9 сатылы гидротрансформаторлы автоматпен жабдықталған. Ойлаңыздаршы, 9 сатылы. Өткен ғасырдың бар болған 70 жылдарында мысалға 3 сатылы автомат ең атақты қораптардың бірі болатын. Қазір бар болғаны арада 50 жыл өтсе де 9 сатылы автомат еніп, соны қазір міндетті түрде қолданып жүрген жайымыз бар. Автокөліктің ішінде толыққанды камерамен жабдықталған, яғни артқа жүрісті баптаған кезде алдымызда келе жатқан оң жағымызда көлік, сол жағымызда көлік, жанымыздағы көлік барлығын осы экранға анықтап көрсетіп тұрады. Бұл жерде жалпы адам баласының қимылын, не болмаса адам баласының қызметін барынша автоматтандыруға тырысқан. Яғни тіпті алдағы жүргізуші жолдан ләззат алу үшін жаралған көліктердің бірі. Иә, түсінем,
қымбат. Дегенмен S-класстың аты S-класс, яғни бізге ұсынған бағаға тиісінше мықты сапа ұсыну қажет. Яғни бұл жердегі рөлдің жасалу, яғни обделкасы, мына барлық баптауларының не болмаса барлық жағдайларының жасалуы, мына ағаштың өзі, осылардың барлығы S-класстың биік деңгейдегі, былайша айтқанда представительский класс екенін бірден аңғартып көрсетіп тұр. Немістер дизайнды жасаған кезде аэродинамикаға ерекше назар салған, себебі ауаға қарсыласу коэффициенті 0,22%. Яғни бұлардың тікелей қарсыластары BMW өндірушілерінің инженерлері, Mercedes-Benz-тің өндірушілері, Mercedes-Benz жалпы автоконцерні, Daimler автоконцерні деп айтайықшы, сыртқы дизайнға, сонымен қатар ішкі дизайнға ерекше көңіл бөлген. Сонымен қатар, естеріңізде әлеуметтік желіні шулатқан артқы аспанның, яғни артқы дөңгелектердің, алдыңғы дөңгелектердің бұрылысына бапталып бұрылатын жалпы системаны, сол қызметті де бұл S-класс өзінің бойына сіңірген. Бірақ дегенмен Қазақстан мен Еуропаға, сонымен қатар ТМД елдеріне келетін S-класста бұл жалпы ешқандай ондай немен жабдықталмаған. Яғни тек қана ішкі нарыққа арналған немістердің өздерінде ғана. Яғни Еуропаның нарығындағы, Еуропаның тар көшелеріне арналған, бұрылу градусы бар болғаны 10 градусты құрайды. Яғни орында тұрған көлік еркін кішігірім көшелерге сыйып кететіні анық. S-класстың дыбыс изоляциясына ерекше мән беру керек. S деңгейіндегі жалпы мықты байлықтың символына айналған автокөліктің сыртқы дыбыстардың ішке енуі мүлдем нөлге деп теңесек те болады. Себебі қалалық жағдайдағы трафиктегі кептелістегі дыбыстар, автокөліктердің дыбысы, сонымен қатар мүлдем ештеңе естілмейді. Тек қана жолдан ләззат алу ғана. Барынша толықтай барлық 16 динамикалы аудиосистеманы қосып қойып, классикалық әуендерден не болмаса қазақтың күйінен ләззат алсаңыз болғаны. Жаңа 223 шанақтағы Mercedes-Benz таңғалуларыңыз мүмкін, бірақ 3 литрлі 6 цилиндрлі қозғалтқышпен жабдықталған. Шекті жылдамдығы 250 шақырым, жүздікті бар болғаны 5,1 секундта еңсереді. Әрине, болидті не болмаса мықты атмосферлі қозғалтқыштан қарағанда төменірек көрсеткіші, бірақ дегенмен S-классқа байлық пен әдеміліктің, мықтылықтың, күштіліктің символына жүздікті 4 секундта, 3 секундта еңсерудің ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын. Барлығы жинақы немістердің, немістік инженерияның, деп айтайықшы, немістік инженерияның ең алтын қазығына айналған қозғалтқыштардың бірі М256 қозғалтқыш. Тіпті бұл жерде бұл қозғалтқышты кім жинағанына дейін жазылады. Немістер. Орысша айтқанда щепетильный ғой шіркінді. Құрметті көрермен, жалпы 7-ші буындағы 223-ші шанақтағы Mercedes-Benz S-классының шолуы өз мәресіне таяп қалды. Картас YouTube арнасына жазылып, лүпіл басып, әлеуметтік желіде бөлісуді ұмытпаңыздар. Mercedes-Benz автомобиль өндіру ісіндегі өзгеше жаңа үрдіс екеніне тағы да көзіміз жетті. Келесі аптада кездескенше сау саламатта болайық.